Баршаларыңызға сәлем достар, бүгін сіздермен финикидің адам организміне әсері туралы видеомызды жалғастыратын боламыз. Күніне 3 құрма жеудің пайдасы. Құрма құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Құрмалар бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Бауыр фиброзы симптомдарын жеңілдетеді. Құрмалар көз жанарының көру қабілетін жақсартуға қабілетті. Себебі құрамында А дәруменінің мөлшері көп. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім. Оны асқазан ішек жолының аурулары, тіпті асқазан обасының профилактикасы үшін пайдалану қажет. Араб әйелдері көп ғасырлар бойы афродизиак ретінде құрманы қолданады. Жемісін ұнтақтап, ерлердің кофесіне қосады. Бұл өнімнің құрамында құмарлықты жыныстық қабілетті арттыратын түрлі амин қышқылдары бар. Құрманы жүктілерге және бала емізетін әйелдерге жеу ұсынылады. Ғылыми зерттеулердің нәтижесінде құрманың құрамындағы ерекше ынталандырғыш жүктілік мерзімінің соңғы айларында жатыр бұлшық еттерін қатайтады екен. Яғни әйел жеңіл босанады. Сонымен қатар құрма ана сүтін дәрумендермен байытады. Құрма құрамындағы ерекше элементтер әйелдерде босанғаннан кейін болатын күйзелістен арылуға көмектеседі. Балғын құрма тоңазытқышта жақсы сақталады, сол үшін оларды жыл бойына сатады. Құрмадан емдік шәрбат дайындалады, ол иммунитетті көтереді. Құрма шәрбатын биологиялық белсенді қосымша ретінде қабылдау ұсынылады. Құрмадан пайдалы кәмпит жасауға да болады, немесе кепкен жемістер қосылатын бәліш пісіруге болады. Егер де бұл видеомыз сізге ұнаса, лайк басып, подписаться батырмасын баса кетіңіз.